Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құйрық май жайлы айтатын боламын. Оны қалай шыжғыру керек, оның пайдасы және де көптеген ауруларға емдігі туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, осы әдістерді сіздер де қолданып көріңіздер. Мендегі қойдың құйрық майы, осыны қазір шыжғырып алатын боламыз. Ол үшін осы құйрық майымызды майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Құйрық май мен іш майды шатастырып алмаңыздар. Іш май ол пленка тәріздес болып келеді. Ал мынау қойдың құйрығы. Міне осылай барлығы майда бөліктерге бөліп турап алғаннан кейін ыстық табаға салып, табада шыжғырып алатын боламыз. Орташа отта шыжғырамыз және де арасында араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Бұл май болғандықтан өте тез шыжғырылады. Осындай алтын түске ене бастаған кезде оттан алып, құйрық майдың барлығы бізде жоғалып кетпейді. Астында қалған бөлігі ол шыжық деп аталады. Содан шыжығына майды бөліп алатын боламыз. Майды біз міндетті түрде осындай шиша ыдысқа қойған абзал. Осындай сүзгінің көмегімен майын осылай сүзіп алдым. Майдың бетін сәл ашып қоя тұрамыз. Кішкене сәл суығаннан кейін тоңазытқышта сақтайсыздар. Ал қалған астында қалған бөлігі бұны шыжық деп атайды. Бұдан сіздер шыжық нан жасасаңыздар болады, немесе тағамдарға, орама нан сияқты тағамдарға қолданып жіберсеңіздер де болады. Енді біз құйрық майдың емдік қасиеттері жайлы айтатын боламыз. Құйрық майымыз тоңған кезде осындай түсте болады. Егер жөтел қысып қақырығыңыз түспейтін болса, осы әдісті қолданып көріңіздер. Ысып тұрған қатты ыстық сүтке жарты шай қасық құйрық майымыз салып ерітіп, сіміріп ішетін болсаңыздар, 2-3 күннің ішінде сіздердің жөтелдеріңіз қайтатын болады. Ал екінші әдісіміз бізде, егер балаңыздың қуығы суықтап қайта-қайта дәретке бара беретін болса, осы әдісті қолданып көріңіз. Құйрық майдың кішкентай ғана бөлігін осылай отта ысытып аласыздар да, жылы күйінде немесе сәл ыстық күйінде балаңыздың қуығына жағып, жатар алдында жылыдай жатқызасыздар. Сол кезде 2-3 рет қолданғаннан кейін сіздер результат көре бастайсыздар. Немесе ауырып қалған кезде кеудеңізге, жотаңызға, аяқтың астына осылай ыстып жағуға болады. Ал үшінші әдіс, егерде аяқ қолдарыңыз, тізе буындарыңыз қақсап ауыратын болса, құйрық майды видеода көрсетілгендей жұқалап, осындай өздеріңізге керек көлемде жұқалап кесіп аласыздар. Құйрық майды білмейтін қазақ жоқ шығар десем де болады, себебі бізде осы құйрық маймен өскенбіз. Сәл ауыра қалсақ болды, әжелеріміз құйрық маймен сылап, құйрық майды ішкізіп, халық емімен ешқандай да дәрісіз осылай жазып алатын. Енді жаңағы турап алған құйрық майымызды осындай кез келген пленканың үстіне қоямыз. Менде пищевая пленка, салафан болса да болады. Осылай қойып аламыз да, үстінен қазір біз қара бұрыш себетін боламыз. Яғни мен екі штук қып жасап көрсетіп жатырмын, себебі екі тізеңізге де басатын болсаңыз, немесе екі табаныңызға бассаңыз да болады. Осылай қойып аламыз да, үстінен қара бұрыш жұқалап сеуіп шығамыз. Қолданбайтын уақыттарыңызда осылай пищевая пленкасын бетін жауып, тоңазытқышта сақтайсыздар. Тізе буын қақсағандарға жалпы 2 апта ем қабылдау қажет болады. 2 апта бойы осылай тізеңізге байлап жүресіздер. Ал осы жасаған тіліктерді сіздер 1 аптаға дейін қолдануға болады. Тізеге байлар алдында осындай астына шүпірек немесе орамалды аласыздар да, жаңағы құйрық майдың бетін ашып, тізеңізге кешке қарай жататын уақытта таңға дейін байлап қоясыздар. Таңғысын алып, бетін жауып, қайтадан тоңазытқышқа салып қоясыздар. Осылай 1 апта көлемінде осы тіліктерді қолдансаңыздар болады. Жаңадан жасап жүрудің қажеті жоқ.
Бүгін сіздермен өзім білетін және қолданатын 3 әдісімен бөлістім. Сіздер де өздеріңіздің қолдану әдістеріңізбен комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.